жалпы бәрі жанкүйерлер күтіп отыр. Ол Ұлттар лигасы, Грекиямен матч, соған дайындық қалай? Қазір жаңағы расширенный список шықты, біз көрдік. Сол жұмыстар қалай болып жатыр? Барлық мәселелер шешілді ма? Транспорт, футболшылардың дайындығы, ойынға жаңағы осы мәселе туралы айтып өтсеңіз, біз не күтеміз, жанкүйерлер не күтеді? Иә, мына дайындықтың бәрі өте жақсы деп ойлаймын. Бүкіл аналитика жағын айтсақ, мына физподготовканы айтсақ, бәрі өте жақсы өтіп жатыр. Магомед Адиевқа мысалы соны күнделік сұрақтарын қоямын. Дайындықтың өте жақсы деп жатыр. Бұйырса, енді алдымызда жеңістер бар, евро күтіп тұр, соған жетуіміз керек. Бәріміз соған тырысамыз. Рахмет, бізде сол Қазақстанның 24 команданың арасында болғанын қалаймыз. Жанкүйерлерді бір ерекше күтіп отырды ойнаймыз, сәттілік тілейміз.